Қайырлы күн, қымбатты оқырмандар. Сіздермен бірге мен дәрігер Маратбековна. Бүгін біз ұйқы жайлы одан әрі тақырыпты жалғастыратын боламыз. Таңертеңгі уақытта адамдар егерде шаршап тұратын болса, ұйқысы қан болса, былай айтқанда ұйқыдан тұрып, бірақ әлі тұрса да, әлі как будто ұйықтамаған сияқты ощущение болатын болса, онда бұның қандай себептері бар, осы жөнінде талқылайтын боламыз. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Сіздер үшін өте пайдалы ақпараттарға толы канал. Жалпы ұйқының қанбауының бірнеше себептері бар. Ең бірінші себеп ол сіз ұйқы уақытын, режимін дұрыс сақтамағаннан болады. Егер де алдыңғы видеоны көрген болсаңыз, мен ол жерде мелатонин гормоны жайлы айтам. Сағат 8:30-нан кешкі 9 арасында мелатонин гормоны өндіріле бастайды. Егер де осы гормон өндіріліп бастаған кезде деңгейі тез көтеріліп келе жатқанда адамның ұйқысы келеді. И осы сәтті тыңдап, адам бірден жатып, светті өшіріп ұйықтай қалса, онда бұл гормон активті түрде одан әрі бөліне береді. Ал егер де сіз қазір ұйықтаймын деп жүре беретін болсаңыз, түнгі сағат 11 болады, 12 болады, үйіңіз жарық болып тұрғаннан кейін, көзімізде жарықты қабылдайтын рецепторлар бар да, и ол миға сигнал жібереді. Пока ұйықтайтын кез келген жоқ, жарық айналамыз дейді. Содан кейін барып, организм хорошо деп мелатониннің өндірілуін төмендетіп тастайды. Сондықтан да түнгі сағат 11-ден былай қарай, если 11-12-де ұйықтамасаңыз, ерте ұйықтамасаңыз, 11-12-де ұйқыңыз ашылып кетеді. Дальше уже сотка көресіз, отырып қаласыз. Сондықтан да ұйқы режимі өте маңызды. Егер де 8:30-9-да ұйықтайтын болсаңыз, бұл мелатонин гормоны таңғы сағат 6-ларда уже минимум деңгейге жетеді. Организмде пробуждение, ояну процесі жүреді. Осы кезеңді пайдалану керек. Сағат кешкі 9-дан таңғы 6-ға дейін. Осы кезде 9 сағат бойы ойлаңыздар, ладно, 8:30-9-да жатып, 10-да ұйықтап қалсаңыз, 8 сағат ұйқыны прямо режимін жақсы сақтайтын боласыз. Біріншіден, осы режимді сақтаңыз, ұйқыңыз жақсы қанатын болады. Екінші себеп, ол біздің организмімізде глюкоза деңгейінің төмен болуы. Неге глюкоза деңгейі төмен болады? Көп жерлерде кешкі уақытта, кешкі асты 5-тен кейін ішпеймін, немесе кешкі 6-дан кейін тамақ ішпеймін деп жататын кісілер болады. Негізі ұйқыға дейін 2-2,5 сағат бұрын тамақтанған дұрыс. Себебі, мысал үшін қараңыз, егер сіз кешкі сағат 5-6-да тамақ ішіп қойдыңыз, бірақ сіз 11-12-де ұйықтайтын болсаңыз, ол аралықта еш нәрсе жемесеңіз, барлық организміңізде глюкоза қорын, яғни энергия қорын сіз 5-6 сағат бойы 11-12-ге дейін жүруге жұмсайсыз. Енді түнгі уақытта организмге восстановление жасау үшін, ұйықтап, организм жақсылап, қайтадан күш жинау үшін глюкоза деңгейі өте төмен болады да қанда. Нәтижесінде организм шаршап тұрады, энергияның көзі жоқ болады. Сондықтан да, мысалы сіз сағат 8:30-9-да ұйықтайтын болсаңыз, сағат 7-лерде уже тамақтаныңыз. 8:30-9-да прямо ұйықтаңыз, жатыңыз демалуға. Сол кезде ол тамақ 2 сағат көлемінде асқазаннан одан әрі жылжып, қорытылып үлгереді. Сіздің ұйқыңыз да жақсы болады, глюкоза деңгейі де жеткілікті болады. Түсінікті? Үшінші себеп ұйқының қанбауы. Ол В тобы витаминдерінің жетіспеушілігі. В тобы витаминдері бізде не үшін керек? Ол организмде нерв клеткаларының тынышталуы үшін, нервный клеткалардың арасында сигналдардың өту процесі дұрыс болу үшін В витамині өте қатты қажет. Егер де осы витамин организмде жеткіліксіз болатын болса, тағы да адамдардың ұйқысы қанбай жүреді. Сондықтан да ағзаңызда фолиевая кислота, В12 витамині қанша деңгейде, осыны көру керек міндетті түрде. Және үшіншісі ол бізде железодефицитная анемия. Егер де организмде анемия болатын болса, кислородный обмен дұрыс болмаса, оттек жетіспейтін болса, онда клеткалар прям аш болады да, шаршап тұрады. Как будто сіз ыстық бөлмеде 24 сағат отқан сияқты, сізде гипоксия болып басыңыз айналады ғой. Тура сол сияқты клеткаларда сондай процесс жүреді да, и бірнеше клетка уже әлсіреп шаршап тұрғаннан кейін сізде тура сондай күйде боласыз. Сондықтан да железға тапсырып, железодефицитная анемия бар ма, жоқ па, соны анықтау қажет. Егер де болса, оны міндетті түрде емдеу керек. Және бесінші себеп ол біздің ағзамыздағы гормондарға байланысты. Егер де адамның организмінде гормональды нарушение болатын болса, мысалы
егер де эстроген, андроген деңгейі төмендейтін болса, әсіресе климакс, яғни менопауза кезеңіндегі әйелдерде ФСГ, ЛГ барлығы прям сол кезеңге сай климаксқа байланысты гормональды өзгерістерге ұшыраса, ол жағдайда да организм өте шаршаңқы күйде болады. Сондықтан оның орын басушы терапиясы болады. Сондықтан соны міндетті түрде қабылдау керек. Мысалы, фитоэстрогендер болады. Ең алдымен, конечно, гормондарды тапсыру керек, қайсында нарушение бар, және оның себебі не болып отыр, соны анықтап, гормондарды реттеу керек міндетті түрде. Және де біздің ағзамызда общий витаминдердің жетіспеушілігі, әсіресе D витамині. D витамині барлығымыз мынадай помещениеде отырамыз, жабық пространствода отырамыз, далаға шығып жүріп келу жоқ. Мысалы, біздің Астананың өзінде күнді көру өте қиын. Аспан постоянно бұлт, қар жауып тұрады, жаңбыр жауып тұрады. Мынадай жабық ненің ішінде жұмыс жасап жатқаннан кейін D витаминінің өндірілуі өте төмен болады. Ал егер де D витамин жеткіліксіз болатын болса, онда кальцийдің алмасылуы бұзылысқа ұшырайды, кальций алмасу. Егер де кальций клеткаларға уақытылы жетпесе, кальций бізде всегда жиырылуға, активті түрде барлық процестің жүру үшін, клеткаларда обмен жүру үшін кальций керек. И осы кальцийлар уақытылы клеткаларға жетпейтін болса, тоже процесс дұрыс жүрмейді да, организмде жаңағыдай шаршаңғы сезім, ұйқысы қанбаушылық сезімдері болады. Міндетті түрде D витаминіне анализ тапсырып, оның да деңгейін көру керек. Жалпы тағы бір айтатын нәрсе, ол магниевый 6. Магниевый 6 бізде ол нервтарды, сонымен қатар бұлшықеттерді босаңсыту үшін қажет. Егер де ол жеткіліксіз болатын болса, жаңа мен айттым, В тобының витаминдері, сонымен қатар кальций недостаток деп тура сол сияқты. Магниевый 6-тің құрамында В тобының витамині бар және магний бар. Егер де оның жеткіліксіздігі болатын болса, адам қанша ұйықтаса да организмі толық расслабление алмайды, бұлшықеттері, миы толық тынықпайды, нерв клеткалары, нәтижесінде адам өзін шаршаңқы сезінеді. Ұйқыдан тұрады, бірақ ұйқысы қанбайды деген осыдан шығады. Жалпы организмге всегда витаминдерге толық болу керек та, себебі каждый секунд сайын миллиондаған клеткаларда обмен жүріп жатыр. Осы клеткалардың өндіріліп, әрбір клетка активті түрде қызмет атқару үшін оларға строительный материалдар және витаминдер өте қажет. Макро-микроэлементтер қажет. Егер де олар жеткіліксіз болатын болса, сіз күнделікті түсуі тиіс макро-микроэлементті, витаминдерді ішіп, тағам арқылы қабылдамайтын болсаңыз, сырттан түсірмейтін болсаңыз, олар дефицит болады. Нәтижесінде организмде клетканың обмені нашарлайды, гипоксия болады. Гипоксия болған жерде инфекция көбейеді. Яғни, егер де ұйқысы қанбай шаршап жүретін адамдар болса, олар часто ауыратын болады деген сөз. ОРВИ-мен ауырып қала береді. Мысалы, гриппен, обычный грипптің өзімен ай сайын ауыратын адамдар бар. Ол да каждый ауру процесіне организм оны жеңіп шығу үшін көп энергия жұмсайды, то есть восстановление жасау керек. Егер восстановление болмаса, келесі жол тағы біреу ауырып келді ма, оның да инфекциясын жұқтырып, дальше әрі қарай тағы ауыратын болады. Сондықтан иммунитетті көтеріп, макро-микроэлементтердің орнын толықтырып, витаминдерді дұрыс қабылдап, тамақтану және ұйқы режимі қалыпты болатын болса, онда сіз бодрый, активный, настроениеңіз күшті болып жүресіз. Мен айтқан кеңестерді тыңдайсыз деген үміттемін. Бұл видеода сіздер үшін пайдалы болған болса, міндетті түрде лайк басып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған мен дәрігер Маратбековна.